Сәлеметсіздер ме, супер көрермендер. Біз келесі влогымызды бастаймыз. Бұл влогта мен сұрақтарға жауап беретін болам. Осы менің видеоларым астындағы барлық дұрыс сұрақтарға жауап беретін болам. Ал ендеше кеттік. Ең бірінші сұрақ, ссылка деген не дейді? Ссылка деген бір сайтқа немесе видеоға өтуге арналған кішкентай сілтеме. Аружан Рахымжан, неге киноларыңызды телевизорға бермейсіз дейді? Бермейсің. Шын мәнісінде телевизорға бергенде олардың өзінің заңдылықтары бар. Телевизорда көрсетіліп жатқан кезде YouTubeқа салуға болмайды. Ал телевизордан негізі аз адам көреді. 5 мың, 10 мың адам. Ал өздеріңіз білетіндей, біздің YouTube каналда кем дегенде әр видеомызды 500 мың адам көреді. 300 мың, 400 мың әрқайсында әртүрлі. Сондықтан да біз телеканалға бермейміз, өйткені оларға берген кезде біздің видеоларымызды YouTubeқа салып көп адамға көрсете алмай қаламыз. Және қаншама балалар өзі жұлдыз актер болам деп армандайды, сол арманды тезірек орындау мақсатында. Жас ютуберге қалай дамуға болады деген сұраққа жауап беріңіз дейді. Бүкіл осы жоғарыдағы видеоларда сол сұраққа жауап берумен болған, негізі асықпай көрсеңіздер болады. Адик кезет деген шын екен дейді мен айтқан нәрселерім. Енді мен сіздерді алдағаннан ешқандай пайда таппаймын. Менің барлық ниетім сіздерді дамысын, ары қарай жалғастырсын, ақша тапсын деген ниет, ой. Сондықтан сіздерді алдаудан маған негізі көп пайда түспейді. Вообще пайда түспейді. Аға, ақша табу үшін подписчик 90-80 подписчик бола бере ма дейді. Шын мәнісінде не үшін подписчигің аз? Өткен ол видеоларын сапалы қылып қызықты қылатын болсаң, подписчигің көп болады. Және подписчикті көбейту жолдарын тағы да қосымша тереңірек айтатын болам, бірақ жоғарыдағы видеода айтқан болатынмын. Ертең суббота жаңа видео шыға ма дейді. Әрине, әр сенбі сайын біздер жаңа видео шығады каналымызда. Жіберіп алмаңыздар. Алғашқы 5 мың подписчикті қалай жинайды дейді. Алғашқы 5 мың, 10 мың, 100 мың подписчикті жинау жолдарын көрсеткен мен, және әлі де тағы да сондай сол туралы видео түсіретін болам. Білетін болсаңыздар, біздің басты каналда Мейрам киностудиясында 600 мың подписчик бар қазіргі таңда. Осы тәжірибемен сіздермен бөлісетін болам, және бөліскем де оның алдында 500 мың подписчик кезіндегі тәжірибемен бөліскем. Соларды көрсеңіздер болады. Өте керемет әрі керекті кеңестер дейді. Рахмет. Түрлі қызықты лайфхактар каналы айтады. Қарағанды қаласына келсеңдер күшті болар дейді. Әрине, біз осы жылдың соңына дейін барлық қалада боламыз Қазақстанның. Құдай қаласа. Сағат 3 қашан шығады? Сағат 3-тің өзінің условиясы бар. 100 мың лайк жиналған кезде киноның астына. Сол кезде сағат 3 шығатын болады. Сәлеметсіз бе, каналды қалай ашуға болады дейді. Канал ашу туралы да келесі видеода көрсететін болам. Ол өте оңай, және сіздердің де қолдарыңызға келетініне сенімдімін. Сіз қандай камерамен түсіресіз дейді. Біз Sony Alpha 7 Mark 3 деген камерамен түсіреміз. Мистер Ерсұлтан деген жігіт қалай монтаждайды деген сұрақ қойыпты. Біз өзіміздің киноларымызды, видеоларымызды, влогтарымызды Adobe Premiere деген программамен монтаждаймыз. Және сол туралы сабақ көрсететін болам келесі видеоларда. Интернетпен көтерілуге бола ма дейді. Әрине, қазіргі заманда тек қана интернетпен көтеріледі. Өйткені басқа жолдар өте қымбат. Телеарнаға түсу үшін оған қыруар ақша төлеу керек, немесе радиоға шығудың өзі үлкен ақша. Және интернет арқылы сіз өзіңіздің қолыңыздағы нәрсені қолдана отырып, тек қана талантпен, немесе өзіңіздің тырысуыңызбен жұлдыз бола аласыз және танымал бола аласыз. Қалай прямой эфирге кіреді? Ол үшін YouTube-қа кіресіз, өзіңіздің аккаунтыңызбен регистрация жасасаңыз, өзіңіздің аккаунтыңызбен кіресіз, және үстіндегі видео қосатын значок бар, камераны түсіреді. Соны басқаннан кейін начать эфир деген бар, немесе прямой эфир деген кнопка бар. Соны бассаңыз прямой эфирге кіресіз. Микрофонды қолдан жасауға бола ма дейді. Жоқ, микрофон тек қана сатып алу керек, немесе енді сіз техник 100-ші левелдағы техник болсаңыз, өзіңіз қолдан жарықты да микрофонды жасай бересіз. Бірақ оның технологиясы өте қиын. Акоша шоу воу айтады. Шоу. Жарыққа кәдімгі фонарик жарай ма дейді. Әрине, кез келген жарық қондырғысы жарайды. Монопод жарай ма дейді. Монопод та жарайды. Жай ғана камераңызды қойып қойсаңыз болады, кез келген қимылдамайтын жерге тұрыңыз әдемі болып, фоныңызда жақсы фон тұратын болса. YouTube-қа қалай қояды дейді. Мистасияка. Негізі компьютермен қояды, барлық нені өткені монтажын, фотошоппен жасап, әдемілеп, әрлеп салу керекті. Неге телефонмен де қоюға болады, жоғарыда айттым ол туралы. Арман Сайлау деген жігіт қандай видео түсірсем болады? Айтып жібересіз бе, Мейрамбек ага?
канал ашқым келеді, мен сценарий құра алам, жақсы видео түсіре алам, бірақ қандай видео түсірсем болады, сізден кеңес сұрайын деп ютуберге өте керек кеңестер деген видеоның ішінен астында комментарияға сол туралы жазыпты. Ол жерде мен бүкіл түрін айтып шыққам, қандай видео түсіруге болатын. Соны тағы да көріп шықсаң түсінесің негізі. Ал бүйтіп біреудің айтқан идеясымен ол видео түсіру ол өте қиын нәрсе. Негізі өзің соны қалап тұру керексің. Мен сізді жақсы көремін, мен де сені жақсы көремін. Барлықтарыңызды жақсы көремін. Ютуберге өте керек кеңестер видеосындағы астындағы комментарияда менде ондай заттар жоқ. Менде тек компьютер ғана бар дейді. Негізі ютубер болу үшін заттар керек. Менде камера жоқ, қалай видео түсірсем болады дейді. Камера керек видео түсіру үшін. Хотя бы телефонның камерасы керек. Мен машинам жоқ, қалай таксист боламын деген сияқты нәрсе айтып отыр ғой. Монетизация ШШС деп қойыпты. ШШС деп қойыпты. Не екенін білмеймін енді. Дәл солай Free Fire ойынына жасаса бола ма дейді. Әрине жасауға болады. Видео ұнады, енді видеоны ютубқа қалай салады, соны түсірші дейді. Мақұл. Егер компьютер слабый болса, не істейді дейді. Оның шешімі өте оңай. Мощный компьютер алу керек. Иін болмаса қалай істейді дейді. Иін барлық адамда болады. Туылған кезде беріледі иін. Дина Сауыр деген менің сұрақтарым, ол зиянды емес пе жеке өмірге, себебі иінді кез келген жерге жаза бермейді ғой. Сосын ол сайт өтірік емес пе, қаншалықты қауіпсіз әрі шынайы? Осы сұрақтарыма жауап берсеңіз. Дина Сауыр енді кез келген жерге жазбайды. Сол жерден ақша табам деген жерге жазады. Енді сіздің иініңіз арқылы білмеймін не істей алатын. Туған жылыңызды, күніңізді біле алады, ең қауіптісі. Егер YouTube емес, VK мен досын шақырып тіркесе де ақша бере ма дейді. Сіз через YouTube деген жерге через VK дедім, жауап бересіз бе дейді. Әрине. Ойын арқылы ақша табу деген видеода, ол YouTube-тағы мысалын айттым да сіздерге. VK, сайт, Instagram, кез келген парақша арқылы ақшаға айналдыруға болады. Кез келген сол парақшаның астындағы ссылка арқылы өтсе, адамдар және сатып алатын болса, оған ақша төлейді. Монтаж туралы видео шығарсаңыз жақсы болар еді. Әрине шығарам. Құдай қаласа мына компьютерімде сіздерге монтаж туралы үйрететін болам. Братан, AliExpress алдамай ма дейді. PKZ деген бұндай несі бар. Әрине AliExpress алдамайды, өйткені ол мировой компания, ол сіз бір адамды алдағаннан пайда таппайды. Ол қайта өзінің клиенттерін қорғаумен өте қатты қорғайды десе де болады. Ақтауға, Маңғыстауға келіңіз дейді. Құдай қаласа барлық қалада боламыз, соны айтып қойдым. Бір сұрақ дейді. Бір дауыс өзгертетін бар ма монтажда? Әріпке тілім келмейтін еді дейді. Бір әріпке тілім келмейді деген айтпақшы болған ау деймін. Жоқ, ондай программа жоқ. Сондықтан да әр әріпті анық айтып үйреніңіздер. Кез келген әріпті айтып үйренуге болады. Тек қана үйрену керек оны. Үйрену арқылы әр әріпті шығара аласыздар. 100 000 подписчик жинағаннан кейін қанша теңгеге реклама алуға болады дейді. 100 000 подписчигі бар адам рекламаны кем дегенде 100 000 теңгеге алады. 500 000 подписчиктен асқан каналдар рекламасына 300 000, 500 000-нан төңірегінде алады. Миллион подписчигіңіз болса 600 000 теңгеден басталады реклама бағасы, пиар бағасы. Видеоға қалай значок қояды, сол жайлы түсіріңізші дейді. Ол туралы да түсіндірем. Android деп қойыпты, телефон арқылы яғни. Ол үшін сізге қосымша творческая студия YouTube деген приложение керек. YouTube-тың қасынан жүретін. Сол жерде сіз значоктарын, фондарын, превьюларын ауыстыра аласыз. Өзіңіз жасаған превьюді қоя аласыз. Free Fire түсіретін адамдар қалай подписчик көп жинаса болады және қанша подписчиктен кейін ақша төлейді. Ойын түсіретін туралы мен осы видеода ойын тең $1 деген видеода айтқан болатын. Қалай подписчик көп жинау керек, ол жерде өзінің фишкалары бар. Әр стримердің, геймердің сол фишканы сіздерде қолданып қызық қылатын болсаңыз, видеоларда тез подписчик жинайсыз. Және видеоларыңыз көрілім саны 10 000-нан, 100 000-нан асатын болса, бағанағы жоғарыда айтқандай TPI сет арқылы ақша таба аласыз. Оған подписчик көп емес, просто просмотр көп болу керек. YouTube-тан сапалы видео шығарсаң ақшаны қайдан алады дейді. Шын мәнісінде YouTube-ға қанша сапалы шығарғанмен соншалықты просмотрыңыз көп болады. Қаншама просмотрыңыз көп болған сайын, соғұрлым ішінде пропустить деген кнопкасы бар, рекламалар шыға бастайды. Сол рекламадан авторға ақша төлейді YouTube. Ал егерде ойын ойнап,
сол арқылы ақша тапқыңыз келсе, комментариядағы ссылка арқылы өтіп, сол видеоны жіберіп алмаңыз. Сау болыңыздар.